Сәлем достар, қалдарың қалай? Қазір енді RAV4-ді Ерекеңге алып бара жатырмыз. Қазір барып, қай жерін істету керек бәрін ақылдасып, тапсырып кететін боламыз көлікті. Қазір мына дәл артында. Оны байқасаңыздар, неде келе жатыр, эвакуаторда. Енді ары қарай көре жатарсыздар, не болатынын. Міне достар, келді Ерекеңдікіне. Қазір кіргізіп, ары қарай сөйлесетін боламыз. Мына баяғы өзі келді бірге. Ана Ерекең. Все. Ашық сию керек Ереке. Біздің Ерекең, как всегда, на старте. Қалай Ереке? Денсаулық қалай? Аман сен? Очень Ереке бұның жалпы несі? Жаңа телевизор целиком сатылады екен. Астындағысымен бірге. Соны аламыз ғой. Сізге о жағы қиындық тудырмайды. Мына жермен бар екен да. Бұл кісі болды ғой, кете береді ғой өзі. Телевизор полностью. Лонжерон Ереке. Мына жерде лонжеронның шпаклевкалары бар. Көрдіңіз ба? Шпаклевкаларды алып тастау керек болып отыр. Шпаклевкаларын. Сен не сатып келесің бұған? Телевизор. Телевизор қай жермен келеді? Телевизор мына жерден бастап келеді. Қай жерден? Мынау бар ғой? Мынау астындағысы. Иә, ол қалады. Короче, мына алдын алған аламыз ғой біз. Иә. Мынаның бәрі келеді Ереке. Мына сабляның бәрі келеді. Мына сабля. Мына жердегісімен, астындағысымен келеді ғой, общем. Саблясымен. Кузов. Мынаны бір тексеріп бересіз ғой Ереке. Мына екеуін. Майысқан болса, енді ауыстыру керек болса, ауыстыр деп айтасыз. Болмаса келетін болса, келтіріп көресіз. Капот жаңа келеді, крыло бәрі жаңа келеді ғой. Бір крыло, бір капот. Жоқ, екі капот. Ананың шпаклевкасы жетіп жатыр Ереке. Бірнеше рет жөнделген ғой. Мына жерде тұрғандаш, фар былай тұратын ғой? Иә, жатып тұратын. Кемей қалған ғой үшін, фарасы ше. Жалпы кузовында Ереке, мына жақта артқы бамперларында патек бар. Кузовна крылосын қарасаңыз, патектары бар. Жақсылап ше, күндіз қарасаңыз байқап. Мына жақтарын, астарында патектары бар. Нормально жетеді. И арзан краскамен бояған ба, күндіз көресіз ғой, бір түрлі цвет болып тұрады. Ерекең өзі тексеріп отыр, жақсылап қарап, тағы бір рет контрольны. Енді тағы бір рет өзі жеке жүгіріп, бәр жерін бағалап, кейін бағасын келсетін боламыз. Сонымен достар, бәрін Ерекеңе тапсырдық. Ерекең қабылдап алды. Енді бүгін қажетті қосалқы бөлшектерін, алдыңғы телевизор, фара, бампер деген сияқты заттарын алатын боламыз. Менің ең бірінші бастайтын базарым разбор. Ақжол. Осы жерден көреміз қасы заттарды. Шығады ма, шықпайды ма. Осы достар, бір вариант шығып тұр, мынандай носкат. Мына жерде. Енді бағасы да нормально болып тұр. Бірақ мен ұнамай тұрған мынау осы қараңыздар, жап-жол тұр. Мынау сарғайып кеткен. Сол жағын бір тексеріп алу керек, бірақ бәрі разбор екен. Туманиктар. Базарға енді келдік, қазір көрейік біраз. Мына жақта қуаныш деген бауырым. Қалай жерде? Денсаулық қалай? Амансың? Бәрі жақсы ма? Қуаныш RAV4 іздеп жүрмін. Мордан. 2002. Онда жоқ па? Бірінші жүреді. Мына жақта ба? Иә, болды. Бұяқтан түспей-ақ қойы ма бұяққа? Түспей-ақ жоқ па? Болды. Достар, қазір біреу таптық, тағы біреу қасы көріп бағалайтын боламыз. Оның да бағасы енді шамамен ананкіде болып тұр. Бірақ жағдайын көру керек салыстырып. Бізге ең бастысы жақсы жағдайда еш жер сынбаған бүтін болу керек қой, былайша айтқан кезде. Я ему только что звонил, да. Нет, трезвый, но походу на наркотики. Қанша орда жатыр. Вот, біздікі.
біздікі. Қажет. Что сломано? Здесь сломано, да? Но он оригинал или? Оригинал, да. Где у них пишется? А, вот Toyota, да? Көрдік достар. Кішкене бар. Бірақ бұл да вариант қой. Іздейік. Әрдайым іздеу керек, салыстыру керек, содан кейін барып бір шешімге келу керек қой. Олар қашпайды. Сатылып тұрған дүние. Так что асықпай алу керек қой. Іздеп, салыстырып табылады, арзандау жақсысы табылады. Мен оған көзім жеткен. Мына бүткіл базарда екеу ақ екен. Үшіншісі бар, ол бірақ складта дейді. Түсінікті ғой, ол не үшін складта екен. Достар, қазір жоспар өзгеріп тұр. Жібек жолын емес, бірінші Момышұлының төмен жағындағы разборға барып қайтамыз. Сол жерде бақылап, көріп, ары қарай бір шешімге келеміз енді. Достар, жаңа айтқан Момышұлының төмен жағы разборға келдік. Мен ішінде жетеден запчасть. Бірақ бізге керек жоқ екен. RAV4 жоқ дейді. Қазір сұрастырып отыр өздерінің таныстарынан. Сол жерде болса болды, болмаса қазір осы жерден Жібек жолына барамыз. Негізі осы жерде болатын шығар деп сенімді болып келген едім. Сол жерде де жоқ болып шықты, таусылып кетті дейді. Негізі бағалар жақсы, келуге болады. Кім разбор іздейді деген сияқты. Осы жерден де көрсе болады. Негізінде көбіне Америка ғой. И европалықтар да бар. Именно Камриға жаңағы табуға болады. Қазір енді Жібек жолына келдік. Жібек жолын бір барқап, осы жердің бағаларын көреміз енді. Соған қарай бір шешім шығарамыз. Ең үлкен деген жаңағы разборларды көрдік. Осы жерде табылса, бағасына қарай осы жерден аламыз. Достарына енді біреуін таптық. Қазір көрсетем. Кен көретініп мен дейді. Ана жақтағы ана несі бар ма, сабылясы? Нормально ма, аман ба? Жанына шығып тұратын сабылясы. Қай жерінен кесілген? Радиатор бәрі, вентилятор бәрі орында ғой, нормально ғой? Вентилятор, не бар соның бәрі. Қанша болып отыр бағасы? Ана жігіттен білесің ба? Фаралар нормально ма? Қалай көрсек болдың жақыннан? Дос. Азекет, ана жаңа Міне достар, жалпы кішкене жағдай, бамперлардың жағдайы нашар сияқты оны енді рихтовкаға келу керек. А былай целом наусынып тұр енді маған. Мынандай алдындағысымен әдемі көрінеді. Қазір бағасын сұраймыз енді. Достар, мен жақыннан осындай туманниктардың бәрі тұр. Решетка сағман. Жерде енді сәл қараңғы болып тұр. Жалпы аман цехта шаға ғана. Мен көрмей тұрмын бірақ. В общем, бағасы сәл 250 дейді, бірақ как вариант тұра берсін. Қазір барып басқаларын көрейік. Нормально шықса соны аламыз. Достар, 3 жерге барып 3 носка таптық. Біріншісі 200, екіншісі 220, үшіншісі... Төртеу таптық, бапа, төртеу таптық. Біреуі бірінші көрген 200, одан кейін 220, одан кейін 250, и біреу 300 деді. 270-ке турлап берем деді. Алдында кенгуратинен алып тастасам деді. Енді әзірге іздейміз, тағы бізде 1-2 күн бар алда. Запаспен алған сода табамыз деп ойлаймын. Енді достар, мені қазір маркты сұрап жатқандар да бар, енді оны жазып, Инстаграмда. Енді марк бойынша кішкене хабар беріп жіберейін. Не болып жатқан, не болды бұған, неге сонша ұзақ болып кетті деген сияқты. Бұл мен ең алдымен айтарым. Біздің марктың назат ауысты ғой. Назат. Сәл кеш болып қалды енді. Мынау ескісі, мына маркте тұрғаны. Қазір енді өзін көрсетіп жіберейін. Мына жерде жаңасы келді. Жарғықшы. Анарек. Былай жақып тұр. Мына қаз. Ну, как обычно өздерің білетіндей фазл. Басқа ешкім кіріспейді бұнда жұмысқа. Алматы бойынша таппадым осын. Мені ауыстырамын деп. Бәріні электроника жағынан қорқыт. Жаңа сымдарының
Фазылға айтқан едім, бір ауыз өзі істеп көрейін деп бастап, міне уже аяқтап жатыр. Осында жігіттер, қол алдын жігіттер ғой. Жалпы состояние мынандай жағдайда тұрғасы. Енді кішігірім жұмыстар қалды. Достар, алдың сериялардан фарасы бойынша ұрысқан едіңдер. Фарасын бағалап жіберіңдер, енді қандай болып тұрған. Фара мана бәрі жақсы. Бердісі енді осы торымызы бітеді. Фазыл, уже ана педаль нормально деп айттың, е? Уже педаль нормально болып қалды. Енді ешқандай жіп жоқ ол жерде. Педаль бәрі жақсы істеп тұр. Торымыз бәрін істеді. Енді тек қана ауасын шығарады, қаз істеп болды. Содан кейін болды. Әзірге қазір Фазылдың жұмыс жағына келдік, мына жерге. Осы достар, әзірге осындай жұмыстар атқардық. Ал енді біздің RAV4-ге келсек, енді қандай запчасть алдым көріп отырыңыздар. Достар, енді бүгінде шықтық. Жаңағы біздің Охотаға Ноускаттың көрдім. Кеше көрсеттім, енді Ақжолға бардым, Кенжеханға бардым, Момышұлының төмен жағындағы жаңағы авторазборға бардым. Колесадан хабарласып жатырмын, видеоларын сұрап. Достар, сенесіңдер ме? Барлығының фараларының креплениялары сынып кеткен. Мен қазір осы күнге дейін, осы кешеден бері іздеп жатқан, бүгін енді қазір кеш батып жатыр. Осы уақытқа дейін іздеген шамамен бір 10 шақты Ноускат көрдім. Бәрінің фараларының креплениясы сынған. И бір қызығы, ешкім ана фарасын алып тастап, жаңағы Ноускаттың өзін сатпайды, бөлек сатпайды. Бәрі бірге фарамен сатамыз дейді. Оның бағасын енді жаңағы 200-ден басталады, содан жоғары қарай кетеді ғой. 200-ден басталады дегені, ол ана туманиктердің екіге бөлінгені. Білмеймін, енді солар арзан екен. Енді негізінде қатты проблема келтірмейді, бірақ біздің өзіміздің RAV4, біздегі RAV4, ода тұрған туманик, ол бүтіндей тұрған, екіге бөлінбеген бүтіндей. Біз сондайын алып, сондайын салу керекпіз. Енді достар, қазір барахолка жақта, Кенжехан жақта біреуін таптым, таныстың бәрін қосып ортаға. Қас сол жігіттермен сөйлесіп, бағасын келісіп, жаңағы қажетті ненің бәрін солардан алып болды. Айтпақшы, оларда жаңағы бізге қажетті қанаттары екі алдыңғы и капотта бар екен. Сонда көретін боламыз. Достар, келдік Кенжеханға. Мына жақта разбор екен. Қазір осы жерден көреміз. Достар, мына жерде таптық. Енді осы маған ұнап тұр. Бағасы да жағынан. И бұл жігітке екі крыло, капот та бар. Соның бәрін алып кететін боламыз. Қазір сіздерге көрсетіп жіберейін. Біздің тоқтаған жаңағы таңдауымыз мынау. Мына екеуінде фарасының креплениялары жақсы, сынбаған. Айтпақшы, крепление екеуін жаңа видеодағыдай қояды, сынбаған. На беті де жақсы ғой. Ана бетін видеомен жіберді, оны көрдік. Ағашты алып тастайды. Жерге түсіргеннен кейін жақсылап қарайтын боламыз, тағы бір тексеріп. Жақында ғана келді. 2 апта болды беріңе келгеніне. Енді достар, көп таңдаған тазға жолығады демекші. Әлі де варианттар бар қарайтын. Бірақ мынаны көрдім. Вроде нормально, өзіме ұнады жалпы. И оның үстіне бұл жігітте барлығы болып тұр. Капоты, екі жаңағы қанаты деген сияқты. Ал мына Ноускаттың өзі маған ең маңызды жер, жаңа айттым сіздерге, фараларының креплениясы жақсы болу керек. Өйткені солар и оның үстіне оригинал болу керек. Соның бәрі енді сәйкес келіп тұр. Менің жаңағы айтқан и требования менің айтуыма сәйкес келіп тұр. Енді бұйыртса, соны аламыз қазір. Ерекеңе сразу апарып тастаймыз бұйыртса. Достар, мына мен айтқан маңызды жерлері, мына жері бәрі аман, сау. Мынаусы да сау. Мына беті де жақсы. Мына екі беті де жақсы. Көбісінің мыналар жоқ қой. Мыналар жоқ. Астындағылар ана жер сынып кеткен деген сияқты. Мынау енді бәр жер ұнап тұр. Арт жағын көрсетейін. Вентилятор бәрі орында. Достар, мына капот. Жаңа
Бұда енді мына жерде бір косяк кішкентай тас тиген, и мына жерде бір косяк болып тұр кішкентай. Енді лаг ұшқан, ол проблема емес, бұл бәрібір боялады. Жалпы жағдайы жақсы. Түзу, ровно шері майысып, қайттан жасалмаған, бәрі жер жақсы. Мынау біздің алдыңғы жаңа қанаттары. Мынау біреу. Бәрі мынау краскасы ұшқан, мына жерге бір нәрсе тиген сияқты, бірақ майыспаған. Ішін бәрі нормально. Бәрі жер жақсы. Мына жерде кішкене косяк бар, бірақ нормально жалпы. И мынау қара түстісі. Ол да жақсы. Екеуін айырмашылығы мынау кішкентай катафотты болып тұр. Ол енді қатты сынайтын дүние емес. Нормально бәрі. Заттың бәрі кетті, салып жібердік. Енді Ерекен күтіп алып, енді бұйыртса жұмысты басталады. Достар, қазір Ерекеңдікіне бара жатырмыз. Бүгін енді күшті күн болды. Енді бір 6-7 сағат жүрсек, соның тең жартысы, одан көп болмаса пробкада өткен шығар күніміз. Қазірде мына Ерекең үй жағына бара жатырмыз. Жібек жол базарының артынан бару керек. Енді мына пробканы қараңыз. Осы шамамен бір 400 метрдің жолы шығар. Осы бір жарты сағат өтесін. Жаймен мына пробкадан мына жерде базар. Жібек жол базар. Осылай барамыз. Эх. Енді Алматыда кім тұрады енді, мен жақсы түсінеді солар. Ерекеңдікіне келдік, достар. Заттарды әкеп қойған. Қазір енді Ерекеңмен бір ақылдасып аламыз, қалай жұмыс процесі кететін. Мына жерде жағдай мына, күндіз көрсетейін. Мына жерде, достар, мына жерден бастап, мынау саблясы көрдіңдер ме? Мына жер жақсы. Мына жерден алынады. Алынып бар, полностью телевизор алынып тастайды ғой. Мына жерде соның бәрі бар. Саблясын бәрі. Қазір енді жалпы осы алдына түседі. Бамперін түсі келмей қалған, Ереке? Ереке. В общем, Ерекенің ада бар ғой. Мен риза болғаным. Қазір айтым. Мына неден осы катты? Мына бәрі бар екен Ереке. Айырбақтың датчиктеріне дейін тұр екен. Оны айырбақтың датчигін көрсіз бе? Мына бетте де айырбақтың датчик тұр. Мұны ертең қостырамыз. Мына кескен, ана жерде сымы болу керек, мына айырбақтың датчигін. Мына қостырып, соны қосамыз, мына арт жағы. Қазір біз өзіміз ақылдасып аламыз. Содан кейін жұмыс процесіне қарай бәрін айтып түсіндіретін болам. Жалпы осы серия осымен бітеді. Ендігі серияда жұмыс қалай кетіп отыр, не істеліп отыр, қалай болды, не болды, қалай шештік деген сияқты. Осы сұрақтардың бәріне жауап беретін боламыз. Достар, қазір енді жаңағыдай айтқанымдай равчиктердің барлық запчастарын әкеліп тастадық. Енді бізде қазір біздің 500 теңгелік проект жалғасуда. Қазір бір көлік шығып тұр. Оны бізге Фазл деген, енді Фазлды бәріңіз танисыздар. Фазл бір вариант айтып тұр. Бір танысында осындай көлік бар. Қызық болса, алып көр деді. Соған енді қазір кетіп бара жатырмыз. Көлік ұнаса, соны алатын боламыз. Болғандай көлік, қазір көретін боласыздар. Келдік, достар. Қазір енді көреміз, бір менің алдымызда тұр. Vay. Go, 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 yo, go. Mene. Teresi tapmay жүрсün. Yok bak. 40.000 tenge. Azeke yiyeceksin mi burada? Ya Bağdalet'te maçtan... Осындай жағдайда екен. Міне, достар, жалпы осы көлік енді тұрғанына біраз болған. Енді минустарын бастап көрсетейін. Жалпы лобовой трещина. И артқа лобовой да жоқ.
Оны қымбат қылып тұрған тек қана аты деп ойлаймын. Toyota. Ашамаймыз да ғой, Фазыл? Ашық екен ғой. Салонны мындай жағдайда. Бисмилла. Мына. Жалпы машина жүріп тұр. Фазыл ешқандай қызмайды ғой. Қызып, электроника. Капот қай жерден ашамыз? Мынау ғой, Объем қандай дедің? 1.1 ма, или 1.8 ма? Зверь ғой. Карбюратор. Триммер жасап қойған. Стартер жасалып тұр, көрдің ба? Тек қана тормоз екі алдын жасау керек дейді бұл. Тормоз не болған? Жоқ, ұстайды тормоз. Супрыг па бірдеңе ауысу керек қой. Супрыг табылады ма бұған? Конечно. Бәрі табылады. Енді қазір артқы жерін көрсетейін. В общем, технически түсініңдер. Салон, в принципе, қатты шаршамаған. Салон более-менее жақсы. 1 миллион 200 сұрап тұр дейсің ба басқалар? Колесо кіріп көрсеңдер де болады. Багаж где-то 40 мың теңге ғой, полный комплект. Бәрі айнесімен бірге. Лобовой где-то 10 үшін. А так салон еще идеальный. Салон жақсы екен. Мына жылға. Салон более-менее. Есігін білесің ба, мен саған айтқаным бағдыр өттім. 10 мың теңгеден ба? Қаншадан көріп? 15 мың теңгеден. Тесік жерін айтқан еді ғой. Есігінен андай көсек. Бәр жері көп жер шірген. Крыло деген сияқты. Пол нормально. Астында шірмеген, Вообще шірмеген. Жоқ, ол айтатын ғой. Порог шірген деп атты. Пол басқа ғой, порог басқа. Ертең дейді ма? Таңертең. Фара, мара, бәрі істейді, дворник, бәрі істейді. Поворотник. Дұрсы жер тапты, 626 мың. 626 мың? Аз ғой жүр ол. Қай жылғы дедің? Қазір? Бәрі 93 ба сондай болу. 93? Или 83 ба. Есіңдер ма достар? Мені братан. Мәдина таппа. Коробка асты. Астын түсірсең болады. Я түсіріп алдым астын. Вообще шіріп жүрді. Ja. Қалай әлі ұлып кетпеді ме? Ұрламайды кетті ғой. Ұрламайды көтіседі. Осындай көлік достар. Солға арзитін сияқты. Мына дөңгелегі кетіп қапты ғой. Жер шығып кетті ғой. Қазір қанша болды тұрғанда бір жайдында? Бір айдан асып қап тұрғанда. Бір айдан бері тұр дейді көлік. Парасы бәрі жанады, я? Поворотник, фара, бәрі. Руль замокқа түседі. Достар, көрдік көлікті. Енді бір күндей ойлануға уақыт алдық. Енді көреміз ары қарай. Алатын алмайтын. Сендер қалай ойлайсыңдар? 350 мыңға стоит машина ма? Әлде не стоит па? Комментарийға міндетті түрде жазыңдар. Аман болыңдар достар.